Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Заң КЗ хабарының кезекті саны. Біз бүгінгі хабарымызда тұрмыстық зорлық зомбылықтың алдын алу тақырыбында әңгіме өрбітеміз. Студиямыздың бүгінгі қонағы Ақтөбе қаласы мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Омаров Бақытбек Жұмабекұлы. Бақытбек Жұмабекұлы, алдымен зорлық зомбылық, тұрмыстық зорлық зомбылық деп жатамыз. Бұл қандай дүниелер кіреді бұған? Осыны айтып өтіңізші. Жалпы тұрмыстық зорлық зомбылыққа бұл әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 73-ші бабынан бастап 73-1, 73-2 баптарында көзделген жауапкершіліктері. 73-ші бапқа келетін болсақ, жалпы тұрмыстық зорлық зомбылық дегеніміз ол отбасылық қатынастағы адамдардың арасында туындайтын әкімшілік құқық бұзушылық. Біз көп жағдайда мұны тек ер мен әйелінің арасында болатын құқық бұзушылық, әкімшілік жауапқа тартылатын жағдайды алға тартамыз. Дегенмен бұл жерде басқа да проблемалар бар ғой. Әрине, бұл жалғыз ерлі-зайыптылардың арасында емес, жақын тумалар, бірге тұрып жатқан тумаларының арасында болатын жағдайлар. Әке мен баланың арасында. Әке мен баланың, іні, қарындастары, сіңлілері деген сияқты сондай жағдайларда, тұрмыстық қатынастарда бір отбасыда бірге тұрып жатқан адамдардың арасында туындайтын жағдайлар. Әкімшілік жауапкершілік. Әкімшілік жауапкершілік. Оның формасы да әртүрлі болады, иә? Қандай жағдайда туындайды? Ең алдыменен тұрмыстық зорлық зомбылықтар бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексте көрсетілген жағдайда әртүрлі жағдайда туындайды. Мысалға, екі отбасында бірге тұратын адамдардың арасындағы жанжалдан туындайды. Бір-бірін түсінбеушілік, сондай жағдайларда, ерлі-зайыптылардың арасында көп жағдайларда ер адамдардың ішімдікке салыну салдарынан сондай жағдайларда туындап жатады. Отбасында ерлі-зайыптылардың арасында осындай жанжал туындады. Екінші күні әйелі немесе сол күні шағым арыз түсіреді. Осы іс қалай жүзеге асады? Өйткені қазіргі уақытта бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде бұған қатысты сыни пікірлер жиі айтыла бастады. Яғни ұрып-соғу мәселесі туындаған жағдайда көптеген жауапкершілік бүгінгі таңда алынып тасталып отыр деп. Менің білуімше, бір жыл бұрын керісінше бұл жауапкершілік күшейтілді. Осыны түсіндіріңізші? Әрине, ол ондай жағдай туындаған кезінде көп жағдайда енді бұқаралық ақпарат құралдарында дұрыс ақпараттар жеткізілмейтін кездер болады. Арыз шағым түскеннен кейін құзырлы органның лауазымды тұлғасы, учаскелік инспектор әкімшілік хаттама толтырады құқық бұзушыға қатысты. Әкімшілік хаттама толтырғаннан кейін ол хаттама сотқа жеткізіледі. Сотқа жеткізіліп, сот отырысы тағайындалып, ең бастысы соттың міндеті құқық бұзушыға жауапкершілігін түсіндіру, әрекетінің заңға қайшы екенін түсіндіру. Сот отырысында әрине судья тарапынан ондай жағдайлар түсіндіріліп жатады. Сонымен қатар алғашқы міндеттеріміздің бірі татуластыру тараптарды. Көп жағдайда шамамен 80-85% десем болады. Татуласады. Алайда өкінішке орай татуласқанменен кейін бұл әрекетін қайталап жатады. Қайтып келіп жатады. Әкімшілік жауапкершілік негізі ең бірінші татуласуменен аяқталғаннан кейін сот тараптардың татуласуына байланысты әкімшілік өндірісті тоқтатады. Екінші жағдайда қайталанған кезінде бұл кісінің жауапкершілігі бірінші рет істелгендей болып қайтып келеді. Сондықтан екінші қайтара баптың екінші бөлігінде көрсетілген, 73-ші баптардың екінші бөлігінде бір жылдың ішінде қайталап істеген жағдайда жауапкершілігі ауырлау болады ол кезде. Оның алдында татуласу процесі өтсе де? Өтсе де, жоқ, өтпесе. Ал өткен жағдайда? Өткен жағдайда бұл бірінші рет істеген болып қайталанып келеді. Бірінші рет істеген болады. Бұрынғы жауапкершіліктен босатылғаны сотпенен есептелмейді. Мәнге алынбайды. Енді судья өз ішкі сенімменен ескеруі мүмкін, бірақ заң жүзінде оны біз ауырлататын мән-жайлар деп есептей алмаймыз. Егер де бірінші кезде сотқа түскен жағдайда ол татуласу рәсімі қол жеткізілмегенде, жауапкершілікке тартылған жағдайда, екінші қайтара сотқа қайтадан түссе, бір жылдың ішінде, ол кезде татуласу рәсімі сотпенен қабылданбайды.
татуласқан жағдайдың өзінде де жауапкершілігі ауырлатылады ол кезде. Бірінші істеген жауапкершілігін ескереді, ауырлататын мән-жайлар болып ескеріледі, сондықтан екінші рет жауапкершілігі күшейтіледі. Тұрмыстық зорлық, зомбылыққа қатысты әкімшілік істердің, сіз өзіңіз айтып отырсыз, шамамен 80% бұл татуласумен аяқталады деп. Дегенмен енді 20%-на келетін болсақ. Бұл қандай істер? Не себепті татуласуға келмейді бұл жағдайлар? Екі тарапта бас тартып жатады немесе? Әрине, 20%-на келетін болсақ, соның ішінде біршама пайызы өз әрекетін мойындамайтын кездер болады. Татуласу рәсімі міндетті түрде құқық бұзушы өз кінәсін мойындау керек. Мойындамайтын жағдайлар болады, сондай уақытта ол татуласу рәсіміне түспейді, қолданылмайды. Сонымен қатар, мысалға, екінші жолдасы, ренжісі қатты болады, енді сабақ болсын, жауапкершілігін алсын деп татуласуға келісім бермейтін кездер болады. Бірақ кейде шын мәнінде бұл сабақ болып жатады, иә? Сабақ болып жатады, әрине. Және жауапкершіліктің барысы қандай бізде? Қандай жаза қолданасыздар? Түскен әкімшілік отбасы тұрмыстық зорлық-зомбылық істері бойынша баптарына байланысты бірінші ескерту жазасы тағайындалады. Ескерту жазасы ол ресми жазаның бір түрі болып есептеледі. 1 жылдың ішінде күшінде болады. Айыппұл жазасы қарастырылған, немесе әкімшілік қамаққа алу жазасы қарастырылған. Зорлық-зомбылықтың да формасы әртүрлі, медициналық сараптамадан өтеді арыз беруші, иә? Осы процестер ескеріле ме? Ескеріледі, міндетті түрде ескеріледі. Егер де медициналық сараптамадан өткен болса, онда ол кісіге айтып отырмын ғой, мына 3 баптың 3 баппенен қарастырылған. Бірінші отбасылық тұрмыстық қатынастағы аясындағы құқық бұзушылық қарастырылған, екіншісі денсаулығына қасақана дене жарақатын, жеңіл дәрежедегі дене жарақатын келтіру қарастырылған. Сонымен қатар тән ауруына ұшырату жауапкершілігі қарастырылған. 3 баппенен 3 түрлі. Егер де медициналық сараптамадан өткен жағдайда жәбірленушіге жеңіл дәрежедегі дене жарақаты келтірілген жағдайда, онда құқық бұзушының әрекеті жәбірленушіге жеңіл дәрежеде қасақана, жеңіл дәрежеде зиян келтіру әрекетімен дәрежеленеді. Ол бойынша ескерту жазасы қарастырылмаған. Айыппұл жазасы немесе әкімшілік қамаққа алу жазасы қарастырылған. Қанша күн әкімшілік қамаққа алынады? Әкімшілік қамаққа алу мерзімі 5 күннен бастап 15 күн мерзімге дейін. Әртүрлі баптарға байланысты. Және бұған қоса айыппұл төленеді. Айыппұл ол бөлек жаза. Бөлек жаза ретінде қарастырылған, иә? Ал енді осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты әкімшілік сотта бүгінгі күнге дейін қанша іс қаралды? Бүгінгі күнге дейін егер 2021 жылы 450 іс қаралды. Былтырмен салыстырғанда былтыр 513 іс қаралған, биыл кішкене біршама төмендеу болып тұр. Ол енді құзырлы органдардың өзінің қызметтеріне байланысты профилактикалық жұмыстар өткізіліп жатыр. Қазір учаскелік полициялар менен солардың да бір алдын алу шарасының жемісі деп айтқыңыз келеді. Бұл сауалды қойып отырған себебім Біріккен ұлттар ұйымының деректеріне қарағанда, жалпы әлем бойынша пандемия кезінде тұрмыстық зорлық-зомбылық біршама көбейген. Оны өзіңізге де белгілі. Осы тұста біздің ақтөбеліктердің, жерлестеріміздің психологиясы ма, әлде жаңа сіз айтып отырған алдын алу шараларының көбеюіне байланысты ма, әлде мүмкін жай арыз берушілер азайған шығар? Мұны немен түсіндірер едіңіз? Негізі алдын алу шараларының көбеюі ол уақыттарда 2020 жылы наурыз айында өздеріңізге белгілі Қазақстан Республикасының аумағында төтенше жағдайлар жарияланған болатын. Сол уақытта бүткіл құзырлы органдарда күшейтілген жұмыстар өткізілді. Сол күшейтілген жұмыстардың нәтижесі деп ойлаймын бір жағынан. Осы аталған құқық бұзушылықтарды анықтау себептері. Дәл осы 75-ші бапта қаралатын істерге медиация тәртібі қолданыла ма деген сұрақ туындайды? Қолданылады, негізі қолданылады медиация тәртібі. Бірақ тараптар бүгінгі таңда күнге дейін медиация тәртібіменен енді осы қанша іс қаралды деп айта аламыз шамамен?
медиация тәртібімен іс қаралған жоқ әлі. Әкімшілік сотпен, Ақтөбе қаласының мамандандырылған әкімшілік сотымен медиация тәртібінде. Яғни медиаторлардың жұмысына жүгініп отырған жоқ. Жүгінбейді. Не себепті? Оған түрлі себептер деп ойлаймын, өйткені медиация тәртібінде жүгіну үшін құзырлы органдардың тарапынан хаттама толтырған кезінде құқық бұзушыға да және жәбірленушіге де ол тарапты түсіндіру керек. Медиация тәртібімен қысқартуға болады, егер де татулассаңдар деген сияқты. Тұрмыстық зорлық, зомбылық, сіз хабарымыздың басында айтып өттіңіз, көп жағдайда ерлі зайыптылардың арасында болады. Аға мен бауырдың, жалпы туыстық қарым-қатынас арасында өте көп екендігін дәлелдегіміз келеді. Осы тұста, медиация тәртібіне жүгінген тұста, бұл туыстар үшін бұл тиімді болар еді бұл жол? Әрине. Біз осыны қалай бір жолға қоя аламыз? Өйткені кейін бәрібір уақыт өткеннен кейін бұл әкімшілік іске қаралғанмен, жіберілгенімен кейін бәрібір бір-біріне кешірім беріп жатады. Өйткені бұл туыс немесе ерлі зайыптылар. Бұндай жағдайда енді жалғыз медиация тәртібімен емес, бұл санаттағы істерді тараптардың өзара татуласуына байланысты да медиациясыз да дейін жеткізбей дейсіз ғой, болады. Балама жаза қарастырылған ба? Балама жаза түрлері қарастырған, әрине сол бір бапта мысалға ескерту жазасы немесе айыппұл жазасы деп көрсетіледі, немесе айыппұл жазасы әкімшілік қамаққа алу жазасы, екі жазаның бірдей көрсетіледі. Сот отырысын қарау барысында әкімшілік құқық бұзушының өзінің әрекетіне, жеке басын ескеріп, құқық бұзу істеген сипатын ескеріп, жаза түрін өзі тағайындайды, анықтайды. Енді осы тұрмыстық зорлық зомбылықта жиі кездесетін істер қандай? Жалпы жиі кездесетін істер ол отбасылық қарым-қатынастағы ерлі-зайыптылардың арасындағы бір-бірін түсініспеушіліктерге байланысты. Өте жиі кездеседі, бір-бірін балағаттаған жағдайлар болады, немесе айқай-шу шығарып, жәбірленушінің тыныштығын бұзған жағдайлар. Жалпы ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым-қатынастар көп кездеседі. Негізгі пайызы, иә? Негізгі пайызы. Әрине, арыз берушіде учаскелік инспекторға келіп көп жағдайда әйел азаматшалар. Иә, әйел азаматшалар. Ер азаматтардан арыз шағым түсетін жағдайлар болады ма? Қандай жағдайлар? Көп жағдайда енді өте сирек кездеседі. Ер азаматтардың көбісі беріп жатады, мысалға, егер неблагополучная семья дейді ғой, келіншегі ішімдікке салынған жағдайларда сондай жағдайлар болады. Өте тұрмыстық жағдайы төмен отбасы жағдайлардан ер азаматтары асыраушысы ретінде жұмыста болам мен, үйге келсем балаға қарамаған деген сияқты сондай бір негіздермен ер азаматтардан да түсіп жатады ондай арыздар. Бірақ негізгі пайыздық көрсеткіш бұл әйел адамдар. Әйел адамдар. Тұрмыстық зорлық зомбылыққа әлеуметтік фактор әсер ете ме? Міндетті түрде әсер етеді, әрине. Мысалы, қандай жағдайларда? Көп жағдайларда енді әлеуметтік факторлерге келетін болсақ, жұмыссыздықтың әсері болады, қоғамда ішімдікке салынудың әсерлері, қаражаттың тапшылығы, отбасында көбісіне туындайтын ең бірінші мәселелердің бірі ерлі-зайыптылардың арасында түсініспеушіліктердің осы үш нәрсе деп ойлаймын. Бірінші қаражат тапшылығы, жұмыссыздығының әсерінен, сонымен қатар өздерінің төмен деңгейдегі тұрмыстық жағдайлары. Ал енді біз жәбірленушіге келетін болсақ, жәбірленушіге ерекше талап қою мерзімдері бар ма? Жалпы бұлардың тәртібі қандай? Міндетті түрде жәбірленушіге ерекше талаптар қойылады. Құзырлы органменен іс материалдарына өтініш қоса тіркеледі. Ол өтініште ерекше талаптар мінез құлқына, құқық бұзушының мінез құлқына ерекше талаптар қою жөнінде ұсыныс өтінішін білдіріп жатады. Аталған өтініш 3 ай мерзімге дейін белгіленеді. Яғни былай айтқанда, қылмыстық іспенен, қылмыстық бұзушылықпен салыстырғанда, салыстырмалы түрде айтқанда, шартты түрде деп айтады. 3 ай мерзім ішінде, яғни белгілі бір әрекеттерді жасауға сотпенен тыйым салынады құқық бұзушыға.
өзімен бірге суық қаруын, өзге де қару түрлерін алып жүруге, алкогольдік ішімдіктерін ішуге, отбасылық, тұрмыстық жағдайда құқық бұзушылық әрекеттерін жасауға тыйым салынып жатады. 3 ай мерзімде. Сонымен қатар лауазымды тұлғаға, өзінің учаскелік инспекторіне аптасына 1 рет профилактикалық сұхбат өткізу үшін барып тұру міндеттеледі. Егер де аталған шарт бұзылған жағдайда, ондай жағдайда учаскелік инспектор хаттама толтырып, өзге баппенен құқық бұзушыға жауапкершілігін қарастыру жөнінде хаттама толтырып, сотқа материалды қайта жолдап жатады. 3 ай мерзімде дәл осы жауапкершіліктердің барлығы сақталып жата ма? Сақталып жатады, көп жағдайда сақталып жатады, арасында бар сақталмайтындар. Ол сақталмаған жағдайда да жауапкершілігі қарастырылған, ескерту жазасы, айыппұл жазасы, қамаққа қалу жазасы сияқты істің ерекшелігіне, істеген әкімшілік бұзушылықтың ерекшелігіне қарап, сипатына қарап, жаза түрін анықтап жатамыз, белгілеп. Әкімшілік іске іс ретінде қарала бастады, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты дүние. Қай жағдайда бұл тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты мұндай жауапкершілік қылмыстық іс ретінде қаралады? Егер де жәбірленушіге орта дәрежедегі ауыр дене жарақаты келтірілсе, қылмыстық құрам болып есептеледі. Ол жағдайда әкімшілік жауапкершілігі қарастырылмаған. Әкімшілік жауапкершілік тек жеңіл дәрежеде ғана дене жарақаты келтірілген жағдайда жауапкершілігі қарастырылған. Орта дәрежелі екендігін бұл сарапшының анықтауы бойынша жасалады. Түсінікті. Енді қайталап жасалған құқық бұзушылыққа тағайындалатын жаза түрлері қандай? Жаңа жоғарыда айтып өткендей, егер де 1 жылдың ішінде қайталап жасалған жағдайда балама жаза түрі қарастырылмаған. Онда тек әкімшілік қамаққа алу жазасы қарастырылған. Сонымен қатар былтырдан бастап өзгеріс енгізілді. Заңға өзара татуласу рәсімі өткізілмейді. Жәбірленушінің татуласу жөніндегі арыз шағымы қабылданбайды, қаралмайды. Сондықтан жауапкершілігі екінші қайтара түскен жағдайда күшейтілген, тек әкімшілік қамаққа алу жазасы ғана көрсетіледі. Баламасыз жаза. Әлеуметтік желіде өзіңізге белгілі осы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты дүниелер соңғы уақытта жиі айтылады, және жұбайынан таяқ жеген әйелдер қазір желі арқылы шығып, соттың шешіміне қарсы екендіктерін, көңілдері толмайтындықтарын жиі айтып жатады. Сонда мұны немен дәлелдеу, түсіндіруге болады? Жаза түрі бүгінде жеңіл ме? Жаза түрі... Біз керісінше айтып отырмыз, 1 жыл бұрын жауапкершілік күшейтілді деп, дегенмен не себепті күн сайын дәл осындай ақпарат айтылып жатады бізде әлеуметтік желіде? Жаза түрі жеңілдетілген жоқ, ешқандай, керісінше жаза түрі күшейтілді. Жауапкершілігі былтырғы енгізілген өзгерістерге сәйкес әрбір құқық бұзушының істеген әрекеті сараланып, бөлініп, мысалға 73-ші баптың 1-ші бөлігінде құқық бұзушылықтың әрекеттері көрсетілген болса, 73-ші баптың 1-1-ші бөлігі қосылды. Ол кезде отбасылық қарым-қатынастар арасында құқық бұзушы деп бөлінді. Жауапкершілігі күшейтілді, ешқандай жеңілдетті деп айтуға болмайды. Егер де әкімшілік құқық бұзушылықпенен қылмыстық құқық бұзушылықты салыстырған жағдайда екі құқық бұзушылық бір-біріне ұқсас келеді. Тек әкімшілік құқық бұзушылықтың ерекшелігі бұл жеңіл дәрежедегі дене жарақаты, жеңіл дәрежедегі әрекеттері, кішігірім әрекеттері деп айтсақ болады, кішігірім әрекеттері, жауапкершіліктері қарастырылған. Сотқа дейін кешірім бермей, сот процесі барысында кешірім берілетін болса, арыз түсіріп отырған тараптан жеңілдіктер қарастырыла ма? Әрине қарастырылады, жеңілдіктер қарастырылады. Міндетті түрде сот отырысында, мысалға, сотқа дейін арыз бермейді, кешірім бермейді, медиацияға жүгінбейді. Сот отырысында кешірім беріп жатады, бірақ та сонымен қатар жәбірленуші тарап өз пікірін айтып жатады. Себебі сот отырысында мен жаңа айта кеткендей, құзырлы органның өтініш хаты сотпенен міндетті түрде қанағаттандыру емес.
ол қанағаттандырылмай жататын кездері де болады. Өйткені негізсіз деген себептерменен құзырлы органның өтініш қанағаттандырусы қалады. Егер де сот отырысында жәбірленуші тарап кешірім беріп, сонымен қатар өзі өтініш білдіріп жататын болады. Өтінішті құзырлы органның құқық бұзушының мінез құлқына ерекше талаптар қою жөніндегі өтініш хатын қанағаттандыру сұраймын деп сөйтіп жатқан болғаны, оның пікірі ескеріліп жатады. Сол жағдайда іс қысқартылғанменен құзырлы органның өтініш хаты қанағаттандырылады. Түсінікті. Олай болса әңгімеңізге рахмет. Құрметті көрермендер, заң КЗ хабарының міне кезекті саны осымен аяқталды. Бүгін біздің студиямызда қонақта болған Ақтөбе қаласы мамандандырылған әкімшілік сотының судьясы Омаров Бақытбек Жұмайбекұлы болған еді. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.